Халқымызда баланың ой санасын жетілдіру, зияткерлік қабілетін дамытуда ауыз әдебиетінің алар орны ерекше. Батырлар жыры отан сүйгіштікке, адалдыққа, ерлікке тәрбиелесе, шешендік өнер табан астынан сөз тауып айтуға, аталы сөзге тоқтауға үйретеді. Ал мақал мәтелдің орны тіптен бөлек. Баланы 90 ауыз сөзі тобықтай түйуіне сыйдыруға машықтандырады. Жаңылтпас жаттағанның тілі жаттығады. Есте сақтау қабілеті артып қана қоймай, көп алдында еркін сөйлейтін болады. Ал жұмбақ арқылы жеткіншектің қиялы өсіп, табиғат тылсымдарын ой елегін өткізуге дағдыланады. Зияткерлік күнінде мол мұрамызды пайдаланып, ұлыстың ұлы күні қарсаңында халық ауыз әдебиетін жаңғыртып, жас жеткіншектерге рухани азық сыйлайық, салт дәстүрді сақтай отырып, мәдениетті ұрпақ өсірейік.